Қайырлы кеш құрметті көрермен, Әшкері YouTube арнасында алаяқ net жобасы. Бүгінгі біздің сұхбатымыздың қонағы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, қаржы маманы, экономист, блогер, сіздердің жақсы көретін ұлдарыңыз Дәулет Төлеутайұлы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қайырлы кеш, Нұрсұлтан. Қуаныштымыз бүгін осы эфирге келісім беріп оқырмандарға қазіргі таңдағы мәжілісте болып жатқан соңғы заң өзгертулеріне байланысты тың ақпараттарды, одан бөлек енді сіз біз таныған уақыттан бастап, халық таныған уақыттан бастап үнемі қаржылық сауаттылық туралы айтып келе жатсыз. Алаяқтармен күресті осы белсенді бізбен бірге бір қатардасыз. Сол үшін де біз ризашылығымызды білдіреміз жобаның атынан. Енді сол тақырыпқа тікелей ойыссақ, қазір қандай өзгерістер бар, алаяқтарға қатысты, жалпы пирамидаларға қатысты, заңда лудомания біздің негізгі тақырыптарымыздың бірі. Соны енді сөз кезеңі өзіңізде. Енді Әшкері YouTube арнасын жиі бақылап жүрем ғой, қараймын, одан кейін өзімді Instagram'да үнемі қарап жүрем. Бұл жерде осыны лудомания қарсы заңда біз онлайн казиноларды жарнамасын шектеу бойынша нормалар ұсындық, яғни сол бірінші оқылымда бекітілді. Мысалға қазіргі уақытта соны жарнамалайтын жұлдыздар, мысалға онлайн жарнама сілтемелерін қоятындар бірінші ретте айыппұл алады, одан кейін қылмыстық жауапкершілікке дейін бару нормаларын қарастырып отырмыз. Сондықтан өте абай болу керек. Одан бөлек мынау мемлекеттік қызметкерлер бар ғой, әскери қызметтер болсын, сол азаматтарға толығымен лудомания, яғни құмар ойын ойнауға толығымен запрет қоятын заң осы күшіне енбек бұйыртса. Өйткені неге енбек деп айтып отырмын? Парламенттегі кез келген заң жобасы ол бірінші оқылым болады. Бірінші оқылымнан кейін екінші оқылымға дейінгі аралықта тағы да түзету өзгерістер енуі мүмкін. Одан кейін екінші оқылымнан кейін сенатқа кетеді, сенаттан президентке кетеді, президент қол қойғаннан кейін әртүрлі заң жобасы, кейбіреуі мысалы 60 күннен кейін жүзеге асады орта есеппен, кейбіреуі бір айда жүзеге асып жатады. Сонда енді мен ойлаймын, күзге таман бұл заң жобасы толығымен іске аса бастайды деп. Әрине заң қай кезде жақсы, ол орындалса жақсы. Өйткені көп бізде заң бар, көп қабылдайсыздар, барлығы жасалып жатыр, бірақ оны ары қарай оны істейтін министрлік болмаса атқарушы орган деп жалпы айтамыз ғой, әкімдік тарапынан болсын, солай болу керек. Яғни заң орындалу керек көп жағдайда. Ал әрине сен ол заң шығарғанымен заң орындалмаса, халықтың да реніші өкпесі пайда болады, мысалға. Содан кейін лудоманияға қарсы 25 жасқа дейінгі азаматтар, яғни 25-26-дан бастап ойнай алатындай шектеу қойылып отыр, мысалға. Неге 25 сіз соны мәжіліс төрінде көтердіңіз? Көтердім. Бұл жерде енді сол психологиялық тұрғыдан зерттелген жас деп айтылды, себебі ақыл ойы жастық шақтың несімен тоқтап, оңды солды ажыратқан адамдары дегендей сол қойылды несімен де. Ойнамаған абзал шығар негізі? Әрине, бұл жерде жаңағындай оны жарнамалап, оны жасаудың да қажет жоқ. Мен өзім түбегейлі ондай нәрсеге қарсымын. Себебі көп шаңырақ бұзылды, мысалы әртүрлі хаттар келеді. Тіпті мен кезінде депутат болмағанда да осы мәселені Instagram әлеуметтік желісінде кең насихаттаған едік, кәдімгідей оның зардабы, залалы дегендей. Одан кейін де мынау менің Дәулет Мұқаев парақшамда актуальный деген тақырыпта құмар ойын деген арнайы не бар Дәулеттен парақшасында да. Сол жерде елдің анонимді хаттарын көрсеңіз шошисыз мысалға. Сондықтан әрине кейбір адамдардан да сұрақ туындайды, неге лудоманияны толығымен жоқ қылдырмасқа, мысалы азарт бет-сіздерді дейтіндей. Енді ол жерде қазіргі уақытта таралып кеткен лудоманияны несін аясын кішірейту керек болып жатыр бірінші кезекте. Оны бірден қазір жоқ қылдырып жіберетін болса, бәрібір оған ойнап үйренген адамдар өзге мемлекетке ақша салатын болады бәрібір. Өйткені бұл онлайн ғой. Мысалға басқа мемлекеттің сайттарына кіреді де, Қазақстан емес, ол мүлдем бақылауға келмей қалады. Сөйтіп ол басқа мемлекетке ақшасын салып, сөйтіп басқа елді былайша айтқан кезде ақшасын соған салады. Біріншіден. Екіншіден, ол ешқандай салықтық түсімдер бақыланбай қалады. Үшіншіден, енді бұл жерде де мойындау керек, лудоманияда да үлкен бір мүдде, үлкен бір топтардың бір несі тұр ғой,
орысша айтқанда интересі, лоббилары, себебі дәл осы заң жобасының өзі парламентке бізге келіп түскенге дейінгі аралық білмеймін 1,5 жылдай өткенде шығар. Өйткені мынау ол 7-ші шақырылымда өте белсенді айтыла бастады. Міне біз 8-ші шақырылым ғой, біз келгелі 1 жылдан асып кетті мысалға. Міне енді ол жүзеге аса бастады. Көп адам ойлайды ғой мысалға, әрине мен үнемі айтамын, айту оңай. Неге бүйте салмайсыңдар, сөйте салмайсыңдар. Ал енді ол жаққа барғаннан кейінгі процесс қарап отырсақ оңай емес. Ол жерде де өзінің теке тіресі бар, өзінің айқас-шайқасы бар. Мысалға мен оны вейпке қарсы, медициналық денсаулыққа қатысты заң жобасында болғанда кәдімгідей көзім жетті. Тіпті депутаттардың да арасында сондай бір нелер болып қалады. Әрине оның барлығы әлеуметтік желіге шыққан жоқ, бірақ сондай дүниелерді өзім көріп бақылап отырмын мысалға. Лудоманияны қолдайтын да депутаттар болуы мүмкін дейсіз ғой, иә? Ол жерде көрінбейтін, былайша айтқанда плохой, жақсы бір полицейскийдің кейпінде жүреді деген бір не бар ғой жаңағындай. Сол сияқты да болуы мүмкін. Былай сырт көзге ой деп ұрандатқанымен оның да өзіндік букмекерлік орталықтар болуы мүмкін. Мысалға маған бір оқырманым жазды, Атырауда бір белді бір кісінің несі бар екен, осылай букмекерлік орталықтар, өзі бухгалтер болып жұмыс жасайды екен, айына жай ғана бір точканың өзі 69-65 миллион теңге пайда әкеліп отыр екен. Енді ойлаңыз, сіз айына 65 миллион теңге пайда әкеліп отырған жерден айырылғыңыз келе ме оңайлықпен? Әрине. Одан кейін де бізге де қарсы мысалға атака дейді, ақпараттық шабуылдар көп болады мысалға. Сондықтан да оңай емес десе де біз күресіп жүріп, Елнұр Сабыржанұлына рахмет, Аманат партиясында, одан кейін Республика партиясы өте белсенді, Руслан мырзаға рахмет, барлығы бұл жерде бірігу ғой. Бірақ енді тіпті ойнайтын да азаматтарымыз көп, ол айтпауы да мүмкін де, мысалға беті жылтырап жүреді, бірақ шын мәнінде қарасаңыз, ондай азаматтар өте көп мысалға. Ол ішінде сол мемлекеттік қызметкерлердің де арасында өте көп. Сондықтан да осындай шектеу аялары ұсынылып отыр. Одан кейін жарнама мәселесінде бұрын біз көшеде не бір бет 5.000 теңге берем тіркел деген жарнама, енді бұл заңнан кейін бұндай жарнама көшеде болмайды. Тек қана спорттық іс-шараға ғана деп бекітіліп отыр, сол жердегі жарнамасын жасауға. Ал енді қалған жерде мысалға сіз қазіргі уақытта, мен өзім өткенде ғана бір сайтқа кіріп қалсам, жыпыл-жыпыл не шықты да, бүкіл беттің рекламасы. Ал енді ондай болмайды, бұл заң жүзеге асқаннан кейін, қабылданғаннан кейін, көрдіңіз ба? Сондықтан бұның барлығы қазіргі уақытта мынандай шектеу аялары қарастырылып жатыр. Және сәйкесінше өзің күресетін сол блогерлерді жарнамасын жасаса, бірден скриншот жасап, айыппұл, одан кейін жаңағы айтқандай жауапкершілікті арттыру керек. Біз соны да қолға алып көрдік, бірақ та полиция тарапынан шамалы мәселе күрделі екен. Өйткені заң жоқ қой қазіргі уақытта нақты. Ал енді міне заң болады, одан кейін міне полицияға арыз жазғаннан кейін полиция жұмыс жасау керек, істеу керек. Енді Дәулет Төлеутұлы, білеміз, осы мәжіліс қабырғасында да бір үлкен мәселені көтеріп, бір жеңіске жеттіңіздер, ол лотоматтар бар ғой, бізде магазиндерде тұратын. Сол мәселені ең алғаш көтерген өзіңіз, оны біз енді тікелей куәміз. Өйткені үлкен біздің Алаяқ-неттің алғашқы өткен форумында осы құзырлы органдармен бейресми дейміз бе, енді ол да ресми шара болып есептеледі ғой. Шарада осы мәселені екі жақты көтердіңіздер, шешімін тез тапты. Енді бұл жерде тек қана сіздің жетістігіңіз деп қарастырамыз ба, әлде жалпы қандай да бір оң өзгерістерді ол менің ғана жетістігім деп қабылдау ол дұрыс емес. Мысалға басқа да әріптестерім бар, олардың да өздерінің пікірі бар, мысалға олар да күресіп жүр мысалға. Сондықтан мен қандай да бір осы парламентте қабылданып жатқан заң жобасы ол менің жетістігім деп айту ол бәрібір болмайды, ол дұрыс емес. Себебі біз мысалға басқа да өзге депутаттар бар ғой, ол норма енгізетін мысалға, біз оны қолдаймыз мысалға, қосыламыз оларға да деген сияқты. Сондықтан көрпені ешқашан бір өзіме ғана тарту деген ол болмайды. Мысалға мынау лагерь мәселесінде де лагердің атын өзгертейін деп қазір орталық болып жатыр, ауысып жатыр. Одан кейін лагерлерді лицензиялау, өйткені балаларға қатысты зорлық-зомбылық өте көбейіп кетті өткен жылы жазда, білесіздер. Анау бір саунада сондай лагерь жасап қойған азаматтармен, соның депутаттық сауал нәтижелерін
нәтижесінде лагерьлер толығымен биыл лицензия алып жатыр мысалға. Мысалға айтайын дегенім ғой, бұл жерде енді мынандай ғой, сіз депутаттық сауал жолдайсыз, оған да қосылатын тағы бірнеше депутаттар болады. Ол жерде ана экранда біз тек қана оның басқа да сөйлегенін көреміз де, ал бірақ оның да артында мысалға менде де немесе менімен де ақылдасатын азаматтар болады депутаттық сауал жолдайтын кезде, иә. Сондықтан бұл андай болмайды, менікі сенікі деген. Бұл бәрібір ортақ жеңіс, ортақ осы бір ел үшін, ел игілігі үшін, халық үшін атқарылып жатқан ортақ іс деп қарауымыз керек. Рахмет. Енді бұл айтып өткен бір ғана біздің кейсіміз ғой, одан да бөлек кейстерде үлкен баспана мәселесінде мысалға баспананы көтердік. Әсіресе енді көбі оқырмандар біледі ғой, үй десе дәулеттен елестеп жататыны. Мысалы отбасы банкте осы уақытқа 50% болды жарна, иә, көптеген үйлерді алу үшін. Қазір бірнеше мәрте көтеріп осы 20%-ке түсіп отыр бастапқы жарна. Тіпті бір емес, 2 бағдарлама қабылданып жатыр. Оның біреуі отау, одан кейін Наурыз бағдарламасы. Отауға қазір өтінім қабылданып жатыр. Наурыз бағдарламасына 25 сәуір айынан бастап осы айдың, яғни осы аптада қабылданып кетеді өтінімдер қабылдау. Енді оны әрине 2 айда қарастырады, жаңа балдық жүйе бойынша. Бірақ міне ол да бір енді 50% жинағаннан гөрі 20% жинау жеңілірек қой дегенде, иә. Сондықтан да ол жерде де жаңа айтып отырмын ғой, кез келген нәрсе ол талас тартыс оңайшылықпен бола салмайды. Мысалға тағы да қандай, мысалға қазір құрылыс кодексіне байланысты үлескерлердің құқығын үлескерлер алданбайтындай заң жобасында мен өзім жұмыс тобындамын, және де осы заңға арнайы бірнеше поправка беріп отырмын, өзгерістер. Енді ол дәулет өзгеріс берді екенде бұл бәрі бола салмайды. Ол жерде бірнеше министрліктің, жоғары сот бар, прокуратура бар, одан кейін басқа да министрлік, одан кейін өкімет мүшелерінің басқа да жаңағы адамдардан несі болу керек, бір оң келісімі болу керек. Сол кезде ғана ол жүзеге асатын нәрсе. Әйтпесе әрине айту оңай. Сендер депутатсыңдар ғой, заң шығара салсаңшы, бүйте салсаңшы деп. Жоқ, ол ешқашан ол бір адамның ғана айтқаны бола беретін болса, тіпті ол адам да өзінің жеке мүддесі үшін заңдар шығарып жіберуі мүмкін де, мысалға. Сондықтан оның барлығы салмақталып есептеледі. Мысалға қазіргі кезде туризмге қатысты заң жобасы келіп түсті. Оған да мен өзімнің бір поправкамды беріп жатырмын, бұрыннан бері көңілімде жүрген. Неге? Өйткені мысалға мынандай туристерді мен бөлгім келеді, резидент және де резидент емес деп. Мысалға біз тұрған Өзбекстанның өзіне барсақ та өз халқы үшін арзан баға төлейді. Қыдыратын жерлеріне, мысалға саябақтарына, ұлттық саябақтарына, иә. А бізде не? Ондай баға жоқ. Бізде өзіміздің қазақтарға да 500 теңге мысалға, одан кейін шетел азаматтарына да 500 теңге. Түркияның өзінде де резидент, не резидент деп бөліп қойған. Таиландта болды мысалға. Сол жерде де Таиландта мысалға өз азаматтар үшін паркке кіру 400 теңгеге шаққан кезде батты. Ал өзге елдің азаматына 4000 теңге. Неге бізге ондай жасамасқа мысалға? Керісінше ол да бір туристерден түсетін түсім. Ол да бір ертеңгі күні салыққа әсерін тигізіп, ол да бір бюджетке кішкене болсын оң әсерін береді деген өзім ойдамын. Енді әрине бұл өтетіні бар, өтпейтіні бар. Бірақ ол өту үшін жаңағы айтып отырмын ғой, түрлі мемлекеттік органдардың оң шешімін алу керек. Одан кейін де соңында кейін жұмыс тобында отырған депутаттар да дауыс беріп қолдау керек. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл кәдімгідей бүйтіп жүзеге асатын процесс. Кейбір адамдар айтады ғой, не істеп отырасыңдар осы сендер деп. Сол сияқты да бұрын мен де сөйтетін, бірақ ол жерде енді ішкі кухняны көргеннен кейін ол жерде енді басқа әңгіме де. Өйткені оны өзім көріп жүрмін. Кейбір адамдар айтады, ұйықтап жатасыңдар деген сияқты. Бірақ әрине сондай сындарды да келіп жатады, оған да үйреніп қаласың. Бірақ осы қанша бір жылдан асты ғой, енді ұйықтап жатқан әріптестерімді көрмеппін. Әйтеуір барлығы жұмыс істеп, әйтеуір сол бір заңға өзгеріс енгізіп жатады. Сосын көп адамдар бізде түсінбейді, мынау атқарушы органның жұмысы мысалға. Кейбір көп құзыреттілік, бізде енді құзыреттілік сол заң нормасымен ғана ғой, заңға өзгерістер енгізу, одан кейін біз көпірміз дейміз, иә. Елдің проблемасын үкіметке айту. Біз оны айттық, ары қарай үкімет қимылдау керек, жұмыс істеу керек, болмаса әкімдік жұмыс жасау керек дегенде. Өкінішке қарай біз оны айтып жатырмыз, олардың жұмыс жасау жылдамдығы кейде
баяу, кейде мүлдем жасалмай жатады мысалға. Сонда кейбір адамдар келеді де бізге тиіседі, депутаттар не істеп отыр дейді. Ол депутат істейтін жұмыс емес, ол жерде атқарушы орган емес. Біз мәселе соны да түсініп алу керек те көп адамдарға. Бірақ енді мен айтып жатырмын, үйреніп те жатқан азаматтар бар, қарапайым тілде жеткіземіз ғой барлығын, осындай деген сияқты. Тіпті кейбір адамдар жазады, мен бұрын депутаттардың не істейтіндерін білмейтін едім деп. Енді осыны біз әлеуметтік желіде ашық салғаннан кейін, жазғаннан кейін ол көріне бастады. Егер жаңа баспана деген мәселеден бір ой түйіп алдым өзіме. Қазір енді біз лудомандармен күресіп жатырмыз, луда цыган дейміз өзіміз жаңағы. Одан кейін онлайн казинолармен, одан кейін бізде жаңағы алаяқтар тікелей пирамидамен күресіп жатырмыз. Соның ішінде бізде енді бұрыннан өзіңіз айтып жүрген кооператив, мынау соңғы уақытта аты заты да өзгере салады, қиын. Сол біреу алаш дейді, біреу басана қарсыз баспана дейді, береке деген, шаңырақ деген неше түрлі кооперативтер болды. Елімай деген де болды кезінде мысалы. Ол әр адам өзі сабақ алу керек қой негізі. Оның барлығы былайша айтқан кезде архивке кеткен дүние енді мысалға, былайша айтқанда біз айтамыз ғой, кешегі күн бүгінгі тарих деген сияқты. Адам содан сабақ алу керек қой. Соның мысалға қандай кооператив болды, соның өмір жолы не үшін. Кез келген кооператив бір жылдай, 1,5 жылдай шулатады максимум. Ары қарай басылады. Неге? Өйткені бастапқы ақша салғандар алады, кейін ала алмайды. Ол бір көрінбейтін пирамида. Мысалға байқасақ. Ал енді бұны біз пирамида бабына да жатқыза алмаймыз. Себебі бұл жерде анандай не ғой? Үй деп қояды. Сосын бұл жердегі заңда жилищный строительный кооператив. Жилищный кооператив деген бар, жилищный строительный кооператив. Көбінесе осы жилищный строительный кооператив заң негізінде соны пайдаланып, халықтың сауатсыздығын көп жағдайда пайдаланады мысалға. Сондықтан да қандай кооператив болмасын, барлығы бір принциппен жұмыс жасайды. Олардың айтатын сөзі, мен енді сіз айтып жатқан көп кооперативтердің барлығында мынандай сөздер бар деп ойлаймын. Енді өздеріңіз зерттеп жүрсіздер ғой. Пайызсыз баспана, бөліп төлеу, ешқандай банктың черный список кредитке қарамаймыз, бір ғана құжат, табыс көзін растамаймыз, бір ғана құжат удостоверениемен береміз. Одан кейін екінші деңгейлі банктер, соның ішінде отбасы банк оңбаған. Одан кейін дәулет өкіметтің адамы, олған дәулет отбасы банктен процент алады, ол да дәулет оңбаған адам дегенде оқып жатамын сондай жерден. Жоқ, ол барлығы халыққа жан ашығаннан деп білемін. Себебі айтып отырмын ғой, басы алады, соңғы жағы алданады. Өйткені бұл жердегі система дұрыс емес. Оның барлығы айналып келген кезде халықты алдау болып табылады. Арзан осыдан да шығады. Мен енді жиі айтатын сөзім бар. Сен де соңғы кездер айтып жүрсің, 50 беріп 100 ала алмайсың, кемпір беріп қыз ала алмайсың дейміз. Сондықтан өте ойлану керек. 20 жылға дейін, жаңа біз соңғы зерттеп жатқан компания Алаштауын 20 жылға дейін бөліп төлейді. Енді экономикалық тұрғыдан қарайтын. Ол дұрыс емес. Өйткені инфляцияның өзі, мысалға қазіргі таңда 10% дейтін болсақ, сен 10 жылда ақшан мүлдем құнсызданып, одан не пайда деген нәрсе туындайды, мысалға. Сондықтан ол кәдімгідей заңдық тұрғыдан кез келген адам консультациясын алу керек. Жилищный кооператив бар, жилищный строительный кооператив. Жилищный строительный кооператив болса, менің әңгімем жоқ. Неге? Өйткені ол жерде нақты пәтер саны белгілі болады. Мысалға, мен 50 пәтерлі үй салғым келеді. Ол кезде менде кооператив ашамда, мен 50 адамды жинаймын. Болды, маған басқа әңгіме адам керек емес. Сөйтіп 50 адам жиналды, сөйтіп сен айлығынды жинайсың, мүмкін машинадан сатасың, сөйтіп мен ақша жинап, сол жерде ортақ, былайша айтқанда шот, сол шоттан мен бір күні үйімді салам, терезе салам деген сияқты. Сөйтіп әйтеуір 50 адам жабылып жүріп, сол үйді бітіреміз. Бұл жерде ондай емес. Бұл жерде адамдардың саны резина сияқты. Мен мысалы бір кооперативтерді білем, 17,000 адам тіркеліп кеткен, бір кооперативтерде 20,000 дейді мысалға. Олардың басындағыларға әрине үй береді. Сосын олар жүреді, мен пайызсыз үй алғам, одан кейін жұлдыздарды өте пайдаланады, кәдімгідей танымал адамдар жарнамасына. Оларға мені де кезінде коттедж берем деп бір кооператив шақырған, кәдімгі коттедж берем деді. Астанадан ойлаңыздаршы. Ол коттеджді алып, сен өзің сол үйде бақытты болып, қаншама артынан ерген сол 20,000, 15,000 адам көз жасынан қалысатын болсан, сен ол үйде бақытты өмір сүре аласың ба? Мен 3 рет ол жерден отказ бергенмін. Ол жердегі сол коттедждің суммасы 200 миллионға дейін көтерілген негізінде бастапқыда.
кейін мен ол жаңағы кооперативтердің жүйесін бәрін ашық оқырманым айтқаннан кейін олар түсінді ау деймін, мына дәулетті никак сатып ала алмаймыз дегенде, иә. Олардың уәждері мен айтады, бұл отбасы банктің адамы, отбасы банктен ақша алады деп. Жоқ, мен ешқандай тіпті отбасы банкте жұмыс жасамағанмын. Басында олар жұмысқа шақырды, кейін ол жерден график қой, жаңағы 9-дан 6-ға дейін деген сияқты болды. Мен оғандайға үйренбегенмін ол кезде. Сосын мен отказ бергенмін мысалға. Бірақ мен оны бір жарнамасын жасайтынды. Бұл жерде қазіргі сенімді, одан кейін мына ұзағырақ жинайтын болсан, проценті төмен банктердің бірі болып отыр. Әрине, шамаң жетсе наличкаға ал. Бар да 20 миллион жинады, 20 миллион қала сал, ешқандай банкке жолама, процентіне жолама, иә. Бірақ олай 20 миллион түгілі 2 миллионы жоқ азаматтар бар ғой. Оларға не дейсің? Жинауды үйретесің, қаржылық сауаттылықты арттыруды үйретесің. Мәселе осыда. Сондықтан кооперативтерден біз бұрынғы кооперативтердің жүйесіне қарап сабақ алуымыз керек. Содан кейін бізде не істейді? Адамдардың көбін байқаймын, енді өзіңде заңгерсің, мынандай мүмкін өзінде де болған шығар жұмыс практиканда. Бізде адамдар былай істейді: алданып қалғаннан кейін барып заңгер іздейді. Алданып қалады да, заңгер топ, ана салған ақшамды қайтару үшін мен саған соның 10%-ын берем, 20%-ын берем, әйтеуір маған сол ақшаны қайтаршы, мен саған жаңағындай не дәлгі қанша сұрасаң да берем дейтін азаматтар болады. Ал алданбай тұрып, неге заңгерге жүгінбеске? Неге саған жүгінбеске? Мысалға, міне мынандай кооператив бар екен, болмаса мынандай компания бар екен, немесе мынандай естіп жатырмын, мынаған қазір мен 100 мың теңге салады екенмін, ертесінде 200 мың алады екенмін. Нұрсұлтан мырза, сіз маған консультация беріңізші, 5 мың теңгеңізді төлейін, 10 мың теңгеңізді төлейін деп бір адам келді ме саған осы уақытқа дейін? Бәрі болғаннан кейін келеді. Ол болғаннан кейін пойыз кетті, ол ақшаны алу да қиын. Неге? Өйткені ол мынандай ғой, пирамида деген нәрсе, анау ақша 3-ке бөлінеді, 4-ке бөлінеді, біреу бір тауарын алып қояды, біреу машинасын алып қояды, біреу үйін алып қояды, біреуі пысықтары мүлдем шетел асып кетеді. Содан қайдан ақшаны аласың? Жарайды, сот процесі болады. Басындағы сол бір адам, екі адам, болмаса бренд амбассадор ретінде пайдаланған лицолары сотталып кетеді. Ал енді мынандай куш жинап, болмаса жаңағындай миллиардтарды қадаған адам, қадап кеткен адам, вряд ли ол түрмеге кетіп жатыр. Көрдіңіз ба? Сондықтан да мен көрерменге айтарым, білетін маманға жүгіну керек. Консультация алдын ала. 5 мың теңге ме, 10 мың теңге ме, аямаңыз, ол түсіндіріп береді. Келісім шартты оқып береді. Сол келісім шартта қай жері қате, қай жері күмәнді, форс-мажор ситуация бәрін етіп береді. Кейін өкінішке қарай шынымен де алданып жататын азаматтарымыз өте көп. Өте керемет, өте пайдалы ақпарат болды деп есептейміз оқырмандарымызға. Одан бөлек енді әлеуметтік желіні жиі белсенді қолданушысы болғаннан кейін сіздің атыңыздан да естідік 180-нен астам жалған парақшалар бар. Бір күні санадым, ішім пысып отырып 136 өзім парақша көрдім. Дәулеттен фан, дәулеттен баспана, ойбу неше түрлі мен түрімді қоя береді. Одан кейін мынандай алаяқтарда шыққан, WhatsApp ашады да, менің суретімді қойып елдерден ақша сұрайды. Мысалы 200 теңге беретін 500 теңге, 1000 теңге деген сияқты. Болмаса бір отбасыға қайырымдылық жасағалы жатыр. Мен ешқашан бүйтіп бөтен нөмірден, болмаса танымайтын адамнан ақша сұраған емеспін мысалға. Керісінше менен көбірек сұрайтын шығар адамдар, өзім таныстарым, дәулет қарызға ақша бере тұршы дегенде, мысалға. Бірақ мен өзім біреуге Алла мұқтаждық етпесін, керісінше алушылардың қатарынан емес, Алла берушілердің қатарынан етсін деп мен өмір сұраймын да сол Құдайдан. Сондықтан да мен ешқашан біреуден бір нәрсе сұрап көргенім емес, Аллаға шүкір. Екіншіден, көбі жаңа кредит жабам, үй таратам деген, мен ешқандай бір мақсатты түрде біреудің кредитін жапқан емеспін. Себебі кредит жабуға да мен өзім іштей қарсымын. Себебі ол адамды жалқаулыққа үйретеді, одан кейін жауапкершіліктен босатып жібереді, одан кейін ол кредитін жауап берсен, ол азаматтар көрдік қой тәжірибеде. Қайтадан кредит алады да, қайтадан маған жауап берсін деп, сондай біреуге бір соны масылдықты да көбейтіп аламыз өкінішке қарай. Сен бардың, саналы түрде алдың, сен кредит алған кезде менімен бөліскен жоқсың ғой мысалға. Ойбай, мен 1 миллион кредит алдым, дәке, міне 200 мың саған берейін, 800 мың маған болсын деп ешкім бөліскен жоқ қой. Ал енді келген кезде неге мен оны төлеуім керек? Не үшін мен оны бөлісуім керек деген сұрақ туындайды да мысалға. Сондықтан да бұл жерде мен ешкімнің кредитін жауып отқан жоқпын. Өйткені мен суретімді қойып қояды, бүйтіп жазып қояды екен. 1 сағат
апттың ішінде 30 мың теңге таратам, 5 адам кредитін жабам, бүгін үй таратам деген сияқты. Жоқ, ондай парақшаларға алданбаңыздар. Және де жарайды, мені қойыңызшы, оған да үйренді ғой. Соңғы кезде менің командамдағы балалардың аттарын пайдаланады, мысалға ше. Бекарыс дейді, Бекзат, Ұлан дейді, Дүйсен дейді, тіпті Нұрсұлтан сені де қосып қояды арасында. Сондықтан жоқ, менің балаларым ешкімнің дайрегіне жаста өздерінің парақшаларын жазатын шығар, енді бөтен нөмірден болмаса бөтен аккаунттан ешқашан жазған емес. Сондықтан алданбаңыздар деп, білмеймін, мен 1045 деп өткенде әзіл деп айтқаным бар, 1045-ші рет айтып жатқан шығармын. Сондықтан өзіміз барынша сауатты болуымыз керек. Одан кейін шетелден алаяқтар өте көп WhatsApp-қа мысалы, тіпті мен өзіме хабарласады. Мен инстаграмға салғанда елдер жазып жатыр ғой, депутаттың өзіне сөйтіп хабарласқаннан кейін не сұраймыз дегендей. Ол таңдамайды ғой. Депутатсың ба, әкімсің ба, там қарапайым жұмысшысың ба, нөмір бар, болды, звондай береді алаяқтар. Сондықтан сақ болу керек. Олар көбінесе адамдардың эмоциясымен ойнайды. Сосын кейбір адамдар дінді жамылады, мысалға. Асыл дініміз исламға кір келтіретін азаматтарымыз өте көп, мысалға. О, деп мен 5 уақыт намазымды оқимын, бүйтем, сөйтем деп ауыздарынан алла түспейді. Содан кейін сен оған эмоционалды түрде сенесің де, кейін не болады? Кім оңбаған? Намаз оқитын адам оңбаған қылдырып жібереміз бе? Ол дұрыс емес. Керісінше біз осылай өкінішке қарай асыл дінімізді теріс жағынан қорлап отырмыз. Сондықтан бұл жерде не дәлгі әр адамның санасына берсін дейді ғой. Эмоция деп қалдыңыз. Шыны керек, бізде зерттеуіміз барысында көп алаяқтар эмоцияға алады. Тіпті біз қазақ халқы өте ерекше эмоционалды халық десек те қате айтпаймыз, себебі осы қайырымдылық мәселесінде мен де сіз де осы соңғы елімізде болған оқиға су тасқынына байланысты нақты аймақтарда жүрдіңіз, жаңағы етікпен су кешіп дегендей, бірақ сол жерлерден пайда табатын, тасқыннан табыс тапқысы келетін алаяқтар да шығып жатыр енді. Оның ішінде жеке шотына жинайтындар да бар, қорларға жинайтын бар. Осы тұрғысынан бір ойыңыз қандай? Енді алдайым десе адам әп-сәтте ғой, бірақ мен үнемі айтам, кез келген адамның бойында өзінің халқына, ұлтына деген жанашырлық болу керек. Ол жанашырлық болмай ма, ол ана жерде де алдап, мына жерде де алдап, тіпті шетелге кетсе де алдап жүре береді. Адам өзінің жаңағы санасына берсін деп те айтып қалдым ғой бағана. Санасы болмаса ол өте қиын. Әрине, мысалы қазір қараймыз, көп адамдар жеке нөмірін қояды, Каспий болсын, басқа нөмір. Негізі заңдық тұрғыдан ол дұрыс емес. Кәдімгідей. Егер сіз мұқтажсыз ба, сізге сбор жиналу керек па, сіз қормен келісімшартқа отырасыз. Сол келісімшарт аясында ғана сізге сбор жиналып, ресми түрде солай болу керек. А бізде өкінішке қарай олай емес, кез келген адам өзінің Каспийін қояды да, бір андай супермен болғысы келіп жатады, енді шыны керек. Ал енді оны көп жағдайда оны тексерілмейді. Ал шынымен де сіз бергіңіз келе ме, мен айтар едім, мынау платежиға кіреді приложение арқылы, арнайы благотворительность деген бөлім бар, сол жерде бәленбай қорлар бар. Тіпті мен айттым, біздің өзіміздің дәулеттен қоры да бар ол жерде, заңды түрде ашылған, және де ол толығымен әділет министрлігінің бақылауында, кез келген мысалға аудит жүргізіп те тексеруге болады. Ал енді ана жеке шотқа кетіп жатқан жеке тұлғаның ақшасын тексеру ол өте қиын, мысалға. Мүмкін емес, өйткені банктық құпия ғой. Иә, банктық құпия болып сақталады. Енді ол соңында пайдаланатын азаматтарымыз өте көп. Бірақ айналып келген кезде бұның барлығы әр адамның өзінің ар ұятына байланысты, мысалға. Әйтпесе кейде комментарийін оқып қаламын ғой, бізден қор болғаннан кейін жазады да маған, ойбай мынауда қордан жаңа халықтың ақшасын алады, бөліседі, бүйтеді деп. Мысалға Құдай төбемде тұр ғой, мен керісінше алғаннан гөрі беруге көбірек тырысам, берейінші осыны, өзімде бір анандай қайырымдылық жасап жарысам да, мысалға. Сондықтан да мынау сенімді қорларға ғана аудару керек, сенімді дерек көзіне. Мысалға жаңа эмоционалды демек, шынымен де инстаграмда болмаса басқа да тикток әлеуметтік желісінде ауырып жатқан баланы көресінде эмоционалды түрде аударамыз барлығымыз, иә, бірақ кейде оның екінші жағы да бар, алаяқтар да болып шығуы мүмкін де. Сондықтан да барынша көзіңіз жеткеннен кейін барып, тіпті сол ата-анасымен видеомен мүмкін шынымен көмектескіңіз келіп жатса, соны көріп көз жеткізгеннен кейін барып, әрине берген дұрыс. Бірақ барлығы алаяқ деп айта алмаймын. Бірақ осындай кезде алаяқтық танытатын азаматтарымызда бар екенін мойындау керекпіз. Бірақ осының салдарынан біздің мына бір қайырымдылық, жылы жүрек, мейірімділік, қонақжайлық дегенге сызат түспесе екен деймін. Сол қазақ деген қандай халық деген кезде, қазақ жомарт халық, қазақ мәрт халық,
қазақ мейірімді, қазақ қонақжай, қазақ қайырымды халық деген осы бір бейнемізді жоғалтып алмасақ екен. Ол үшін бір-бірімізге деген сенім керек. Мінекей бүгінгі әшкере YouTube арнасындағы өте келелі сұхбатты осы бір әдемі сөздермен аяқтаймыз. Бағдарламаны соңына дейін көріп, біздің парақшамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақыттарда сіздерге пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламыз. Сізге Дәулет Төлеутайұлы рахмет. Жақсы күндерде жолыға берейік.